Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Thank you for being in this beautiful Kazakh room, in the heart of the United Nations in Geneva, to stand here in a room that carries the name of my country on the day I received such honors. It's a great privilege. Thank you. In my native language. Құрметті жиналған хандар мен мырзалар, құрметті қауым, ең алдымен сіздерге осыншама зор құрметіңіз үшін шын жүректен алғыс айтқым келеді. Әлемде бейбітшілікті, әлемде тұрақтылықты, әлемде татулықты насихаттау барысында көп жұмыстанғым келеді. Осы орайда осы күнге дейін осы мүдделерден сөз сөйлеуіме ерекше септігін тигізген, жылдар бойы мені қолдап келген әлемнің түкпір-түкпіріндегі барлық тыңдармандарыма мың мәрте рахмет айтқым келеді. Әлемде бейбітшілік болсын, татулық болсын, араздастық болмасын, ең бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш, әлем халықтары татулықта, достықта өмір сүре берсін.